Дәл Айгүл келгенне кішкене бір әттеген-ай деп қалғаным бар. Өйткені дәл сол баяғы Тәуіржанның оқиғасы қайтадан қайталанбасына кім кепіл? Шынымен де Айгүл үміткер күтуге келді ме деген сұрақта мына жерде. Шынымен үміткер күтуге келдің бе, әлде қайтадан Тәуіржанның көзіне көріну үшін мына жерде өзіңнің қолдаушыларыңды сағынып келдің бе? Әйтпесе, мысалы, неше түрлі видеоларда көріп жүрміз ғой, Тәуіржанның үйінде бір қамыр жайып жүрген видеолар, басқа да бір махаббат видеоларын көріп жүріп, осында келгенің сәл бір түрлі болып тұр да, күмәнді болып тұр. Я махаббат видео дегенде бізде негізі махаббат видео жоқ. Баласахан енді сол видеоны тауып берсе маған жіберіп қойшы, потом мен өзім көрейін. Бізде былай дос болып араласқаннан кейін, мысалы сен өзің досыңмен араласқан кезде, оның ата-анасымен араласасың, апасымен деген сияқты ғой. Ол жерде тек қана онымен емес, мен қарым-қатынасым, оның ата-анасымен де жақсы, апасымен де жақсы. Это нормально. Алдында ғана бір осындай әңгіме болды ғой, жігіттер айтты ғой, достықтан кейін махаббатқа ұласуы мүмкін, бірақ махаббаттан кейінгі достық деген болмайды дейді да. Демек, үміті бар адамдар ғана әрі қарай доспыз деп өздерін алдап араласа беру мүмкін. Бұл жерде мен ойламаймын Тәуіржанмен сіздің араңызда жоқ, Айдана, сізде не алған жоқсыз ба? Осы жерде кім еді? Үміткердің аты Тұранбет, сонымен тоқтаттыңыз, одан кейін доспыз дедіңіздер, одан кейін тағы бір жерде жолық бірдеңе істедіңіздер. Сөйтіп сондай болып жүрдіңіздер. Бірақ енді бізде Айдана, егер де Тұран осы жерде саған келетін болса, сен де бір соның көзіне түсу үшін, может, мен де айта аламын, сен де соның көзіне түсу үшін осы жерде келіп отырған шығарсың, бірақ енді ол кісі қазір басқа бір адам тауып алыпты ғой. Значит, саған уже ол үмітіңді жоқ, Баласахан, мен мына жерде өзімнің үміткерім бар, Аян деген, енді Тұран деген әңгіме мүлдем алдыңғы маусымда қалып кеткен әңгіме, сондықтан да дым қатысы жоқ деп ойлаймын. Жай ғана енді Айгүл өзін ақтау үшін ғана айтып отқан әңгіме деп ойлаймын. Баласахан осы жерде Айданаға айта кеткім келіп тұр да. Аян деген үміткер келіпті, алдында бір мен қатты көрмеймін, бірақ арасынан бүйтіп көріп қаламын алдынан шыққан кезінде. Мен айтып жатыр ғой, сен махаббат видеолар деп. Мен қанша уақыт болды біздің танысқанымызға, уже біраз жарты жылдан асып кетті да. Бірақ сіздер қанша болды танысып бастағандарыңызға? Сіздер бізден де күшті махаббат көрсетіп жүрсіздер ғой. Уже танысып бастаған енді жұп болған жоқ. Білмеймін, енді сізбен бізді салыстырып керек емес деп ойлаймын. Айгүл, бірақ енді мен ешқандай үміткерімнің үйіне барып қамыр жайып жүрген жоқпын. Вот қара, егер де сен дос болып қаласың ғой, сол кезде сен соның ата-апасын сыйлағаннан кейін жаясың. Ол жерде ол уже отношенияға дым қатысы жоқ. Жоқ, енді мынау Баласаханның басқа бір үлкен мәселе болып тұр да. Қыз бала есік аттамай тұрып, білмеймін қаншалықты дұрыс сол үйге барып қамыр жайып көмектесіп деген секілді. Өйткені алдыңғы маусымда да бұндай әңгімелер талқыланғанда негізі ол қыз баласы үшін дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені беташардан кейін жарайды, бір сондай бір барлығын официально жасағаннан кейін жарайды, сол үйде жүрсең жарасады да, бірақ оған дейін барған негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың? Мысалы сен досыңның апасы шақырып тұр сені қонаққа, сен сонда жоқ, мен табалдырық аттамауым керек деп бармайсың ба сонда? Бірақ бұл жерде мәселе былай болып тұр ғой, дос дегенде ол кезде дос болдыңыздар ма жоқ па деген ол бөлек сұрақ болып тұр, оны көрермен білмейді ғой. Сондықтан бәлкім егер де шын басынан бастап дос болсаңыздар, онда орынды болар ма еді дегендей. Ал егер де Баласахан осы жерде айта кетейін, біз жұптықтан кейінгі дос болып қалғаннан кейін біз негізінде оны енді может кейбір шынымен де дұрыс түсінбей қалып жүрген шығар, кейбір естімей қалған шығар деген сияқты. Айдана сияқтылар может естімей қалған болып тұр. Бұл кісілерге тағы да айту керек. Ол жерде біз жариялағанбыз, даже потом рилста салдық, то что біз доспыз деген сияқты. Бүкіл жерде стримға кірсек те біз доспыз деп айтып жүреміз бүкіл жерде. Жоқ, енді Баласаханым, мен бір өзімнің жеке пікірімді айтуға құқым бар деп ойлаймын. Менен басқа да мүмкін экранның ар жағында кейбір адамдар солай ойлап отырған шығар, Тәуіржанның көзіне түсу үшін келген болар деген секілді да. Сол себепті мен енді өзімнің пікірімді айттым. Айдана, пікірі мықты, Нұржан, бір минут, пікірін жақсы болып тұр. Еще Ернардың қасында отыр екенсің. Может, сен де осы Ернардың көзіне түсу үшін келген шығарсың. Алдыңғы сезонда көзіне түсе алмадың ғой, никак. Былай тартын болмады, анамен қызғандардың болмады. Енді міне дәл қасында отыр екен. Бұл әңгіменің шегі жоқ деп ойлаймын. Екеуі де біргемедегі адамдар ғой. Негізі екеуі де танысыста жүріп басқа қалаға кетті. Айгүл Дубайға кетіп қалған үміткермен, мысалы Айдана Астанаға кетіп қалған деймін да. Не бетімен пікір айтады деймін да. Мына жерде отырып алып ше. Екеуіңіз біргемедесіздер, қазір екеуіңіздің бір-бірлеріңізді арттарыңызды аша бересіздер, болды, басқа ештеңе шықпайды одан. Одан да осы жерге ортаға пікірімді айта кетейін. Айгүл, қош келдің. Негізі Айгүлді халық қалай таниды? Айгүл қиындықтардың бәрін өзі жеңген, өзі аяққа тұрған мықты әйел ретінде таниды, мықты қыз ретінде таниды. Енді осы орайда енді біз әлеуметтік желіден көріп жатырмыз ғой, екі балаңды өзіңе алғаныңды. Бірақ енді әлеуметтік желіге кірмейтін, көгілдір экран арқылы тамашалайтын біздің көрермендеріміз бар, ауылдағы ата-апалар. Соларға отбасың жайлы, екі балаң қазір қайда, өзіңнің қолыңда ма? Осы Алматыда мектепке бердің ба? Сол жайлы дұрыстырақ, нақтырақ түсіндіріп өтсең, одан кейін бұрынғы экс-күйеуің Асылжан енді ол кісіні білеміз ғой, кегісі келсе кеп қала салады, ол кісі қатысушы келіп қалады. Мына жерде Шерхан айтты ғой өткенде, менің бота маған мына жерге қатысушы болып келетін болса, мен мына жерде отыра алмаймын деп. Енді саған нақты сұрақ қойынша, Асылжан енді осы жерге қатысушы болып қайтадан ойланып келіп қалатын болса, екеуіңіз бірге отыра аласыздар ма? Үміткер қабылдап.
Сіз соған дайынсыз ба? Иә, жалпы? бірінші сұрағына жауап беріп кетейін. Сұрағы өте орынды екен Нұржанның. Бірінші сұрақ бағана айтты, балаларыңыз қасыңызға алдыңыз ба деген сияқты. Иә, 2 балапаным қасымда, шүкір. Осы май айында олар қалай каникулға шықты, сол айынан қасымда. Қазір мектепке барып жатыр, екеуі де мектепке барады. Үйде қарайтын адам бар. Ол жағына уайымдамасаңыздар болады. Ал енді бұрынғы Асылжанға келетін болсақ, ол кісі келсе келе берсін. Оған бір ішеңге деп айта алмаймын, себебі ол өз өмірін сүріп кеткен, біз ажырасқанымызға 5 жыл болған. Дұрыс, енді Ол үшін ол бөлек адам, мен өзім бөлек адаммын. Біз даже араласпаймыз. енді алдыңғы сезондарда бір сөзіңізді айтып қалып едіңіз, сол кеткеніне мол кетті, хабарсыз кетті деп ше. Қазіргі уақытта хабардарсыздар ма? Баланың жағдайын сұрап, хабарласып, балаға көмектесіп тұра ма жалпы? Бір ауыз сөз жоқ. Балсахан. Ал алимент төленбейді. Жоқ. Балсахан мен айтып кетсем бола ма? Айгүл, қош келдіңіз. Енді мына Айгүл, сіз келіп мына жерде сүңгуірлердің жарысы болып кетті ше, бәрі кім тереңірек сүңгиді деген сияқты ше. Енді жағымпаздан біздің қатысушылар негізі бірінші орын алады, негізі ше. Ол жағына жан салмайды алдына. Енді мына жерде сізді келуден қайтпайды деп естимін да, Айгүл. Енді алдыңғы сезонда отырдыңыз, көрдіңіз, осы жерде ешнәрсе шықпады деген сияқты. Енді сырттан Шықты ғой. айта салсам бола ма негізі? Сол ары қарай сыртта да жан фанаттарыңыз көп деген сияқты, сыртта да бір жұптық қарым-қатынас жасауыңызға болар еді ғой деймін да. Енді менің ойымша сіздің мақсатыңыз мына жерде эфирді сағынған сияқтысыз да бір жағынан. Бір жағынан ойлаймын, мүмкін сіз қолдаушыларыңыздың қолдауын сағынып қалдыңыз ба деп. Соған бір өзіңізге болашақ жар іздеп емес, бір басқа мақсатта келген сияқтысыз. Нақты қандай мақсатта Шолпан? Енді білмеймін, жаңа айтып жатырмын ғой, мүмкін эфир сағынған шығарсыз, мүмкін статистика деген Эфирді сияқты. кім сағынбайды? Эфирді бәрі сағынады. Мен сізге айтайын ба? Сіз де ертең эфирден шығасыз ғой. Сол кезінде былай арасына қарап қалған кезде сағынып қаласыз, ондай болады. Сосын барып ойлап қаласың, мә деген эфир сағынады екенсің ғой, оказывается. Мына студияның аурасы бар, атмосфера бар. Балсан. Ал қолдаушыларды әрине сағынамын мен. Қалай сағынбаймын оларды? Сағынамын. Балсан, енді айтайыншы, бір жағымпаз адам ретінде айтайыншы, мына жағымпаз деп жатыр ғой негізі. Бұл адаммен шыны керек бұрыннан араласам, маусым біткен кезде де араласқым шыны керек. Бірақ енді мен ойлаймын, Балсан, бұл азап негізі Айгүл осында отыруға лайықты жанның бірі. Шыны керек, қанша деген 2 баласын асырап отыр. Жарайды, болды, Тәуіржанмен болмай қалды, бірақ енді ол өзінің бақытын мұнда табуға ол лайықты деп ойлаймын сонда. Келген орынды. Ақерке. Балсахан, мына жерде Айгүл, қош келдіңіз. Біріншіден, шынымен де сіз лайықты жансыз осы жерде отыратын. Бірақ мен Айдананың сөзін жалғап кеткім келеді. Негізінде мына жерде жар іздеуге емес, қолдаушыларыңызды қайтып алуға келген сияқтысыз. Себебі айтып кететін болсам, негізі Айгүл ханымның фан аккаунты қазір енді Перизатты қолдайды. Айданайка деген қыз. Соны сәл қызғанып, енді стримдарда да көріп қалдым. Айданайка деп екі жақтан бөліп жатқанды бір қызды. Сол бір қызғанып, менің қолдаушыларым еді ғой деген мақсатпен келген сияқты деп ойлаймын. Ойпырмай, айта кетсін. Иә, бұл жерде жоқ, қолдаушылар енді былай сыртта да қолдап жатыр ғой, шүкір оған, Құдайға шүкір. Ол жерде біреуден қызғанып, зачем онда тұрған не бар? Енді Айдана екеуін бір-біріне қосылып жатыр екенсіңдер. Енді мен ойланып отырмын, Балауса ханым, енді түсініп отырмын, неменеге екеуі бір-біріне қосылып алып, мына жаққа атака болып жатыр десем, жарайды, оны бір толықтай айта кетпеймін, түсініп жатқан адамдар өздері түсініп жатыр деп ойлаймын, ал түсінбегендер түсінбей жатқан шығар. Главный мына жерде енді біраз түсініп жатқан сияқты, екеуі неменеге қосылып алып, маған кішкене былай Не себеп? Не себеп? Ашық айтса, ешкім білмейді мысалы. Жоқ, түсінетіндер түсінеді, негізі мен просто ашып айтқым келіп тұрған жоқ. Ашып айтсам қазір там мынандай әңгіме болып кетеді. Лучше тыныш қана отырайық. Балсахан, айта кетсек бола ма осында? Ал сіздер сыртта байланыстасыздар ма негізі, қыздар? Жоқ, мүлдем байланысты емеспіз. Мен мына жақта шынымды айтайын, ешкіммен байланысты емес екен, бірақ әйтеуір Жанбекпен, Бекзатпен арасында сондай немен сөйлесіп қаламыз. Ну не бар деген сияқты. Сосын Балса ханым, мен негізі бұл жерде қыздар айтқанда қосылмаймын. Қолдаушылар бұл кісі уже жасап тастады ғой негізінде. Мен бұл жерде таңғалып отырғаным, негізі қыз бен жігіт болып жүрдіңіздер да, енді Тәуіржанмен, бірақ та мен ойлаймын да, негізі қыз бен жігіт дос болуы мен ойымша мүмкін емес нәрсе сияқты. Бірақ сіздің ғана версияңызды тыңдадық та, Тәуіржанның тоже мүмкін өзінің айтатыны бар деймін да. Және де сізге сұрақ, екінші рет Тәуіржан сіздің артыңыздан қызғанып келіп қалса, сіз не істейсіз, екінші рет қабылдайсыз ба? Иә, былай ғой, сен айтып отырсың ғой бағана, жігіт пен қыздың арасында махаббаттан кейін достық болмауы мүмкін деген сияқты. Мен де солай ойлайтынмын. Кейін сен де ол ойынан айнуы мүмкін. Енді мен айнып қалдым деген. Мен ойлаймын, Айгүлге біраз сұрақ қойылды, жауап берілді деп. Айгүл, қош келдіңіз. Біздің жаңа қатысушымыз үміткер жігіттер, барлықтарыңызды күтеміз. Жайғаса қойыңыз. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнамадан кейін бір жанның айтары бар екен.